Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың қазақ тілі сабағы, 92-ші сабақ, 32-ші жаттығудан 35-ші жаттығуға дейін бірге қарастыратын боламыз. Құрметті оқырмандар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, каналға тіркеліп лайк басыңыздар. Сабақтың тақырыбы жалқы есім және жалпы есім. Жалқы есімдерді жалпы есімдерден ажырата аламын. 32-ші жаттығу өлеңді түсініп оқы дейді. Қарсы келе жатқанда сәлем берем қарттарға. Көп жаса деп біреуі маңдайымнан сүйеді. Бабаларға бол лайық, дейді бірі қол жайып. Өстіп күнде баталам, кездескен әр атадан. Өлең не туралы болды, балалар? Өлең бата туралы болды. Батаны кімдер береді? Яғни батаны жасы үлкен адамдар береді. Жаңағыдай балалар амандасқанда риза болып, өздерінің ризашылықтарын білдіріп, баталарын береді. Немесе дастархан басында бата беріледі. Жол жүрген кезде жаңағы баталар беріліп жатады. Келесі 30-ші жаттығу бізде берілген сөздердің ішіне жалқы есімдерді теріп жаз дейді. Жаттығудағы жалқы есімдерден басқа сөздердің өзгешелігі туралы өзің қорытынды жаса дейді. Бұл жерде жалқы есімдер Қаратау, Қазақстан, Мағжан, Тараз, Тобыл деген жалқы есімдер бар екен. Яғни басқа жалқы есімнен ерекшелігі олар кіші әріппен жазылады. Қалған сөздер бізде жалпы есімдерге жатады. Жалқы есімдерден басқа зат есімдерді жалпы есімдер деп атайды. Жалпы есімдер кіші әріппен басталып жазылады. Мысалы, ауыл, әже, құс, көше деп сөздер бұл жалпы есімдерге жатады екен. Келесі жаттығу бізде 34-ші жаттығу мақалды жадқа жаз дейді. Бата менен ер көгерер, жаңбыр менен жер көгерер. Жалқы есімдерді тап, мақалдың мағынасын түсіндір дейді. Яғни бата алу арқылы ер көгереді дейді. Ер адамның жолы болады. Жаңбыр менен жер көгереді. Яғни жаңбыр жауған кезде жеріміз біздің өсіп, шөптеріміз қаулап өсіп шыға бастайды екен. Яғни еккен өсімдіктеріміздің барлығы өсе бастайды. Сондықтан жаңбыр менен жер көгерер дейді. Жалпы есімдер тап дейді. Бұл жерде жалпы есімдер ер және жер деген сөздер. Мақалдың мағынасын түсіндірдік. Ендеше мақалдың мағынасын түсініп, оны жаттап алыңыздар. Келесі жаттығуда бізде 35-ші жаттығу ұйқасын тауып оқы дейді. Сананың ұйқасы дана, дананың ұйқасы сана, даланың ұйқасы қала, қаланың ұйқасы дала деп біздер жазамыз. Ұйқасын таптық. Ендеше бұл жерде дана деген, қала деген, жаңағы дала деген сөздер бізде зат есімдер екен. Зат есімдерге кім-кімдер, нелер деген сұрақтар қойылады. Зат есімдер жалқы есім және жалпы есім болып бөлінеді. Жалқы есімдер бас әріппен жазылады. Ол жер су аттары, адамдардың аттары, жан-жануарларға қойылған аттар бас әріппен жазылады екен. Ендеше балалар, ережелерді ұмытпаймыз, ережелерді есімізде сақтаймыз және жаттығу кезінде қолдана білу керекпіз. Зат есімнің осы түрлерін біздер осы кезге дейін айтып келе жатырмыз. Ендеше оларды мұқият есімізде сақтаймыз. Құрметті оқырмандар, осымен каналымыздағы тапсырмаларымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сіздер менің каналыма жазылып, өз көмектеріңізді беріңіздер, лайк басыңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.